Ол белгілі бір тұлға, мәселе ар жағындағы астарындағы саясатты көру керек. Ол біреудің бетімен, біреудің қолымен ұсталынып, кімнің саясаты жүріп жатыр, қандай саясат жүріп жатыр дейтін мәселе бар. Енді қараңыздар, жалпы осы отаршылдықтан басталып келеді. Енді отаршылдықтан кейін о кезде де сол қыру процесі, жою процесі жүрген. Кеңес үкімет орнағаннан кейін де жою процесі жүрді. Мына қараңыздар. Ашаршылық өтті, неше түрлі репрессия өтті, қолдан тек қана зиялылар ғана емес, интеллигенция. Анау бейкүнә сәбилердің не жазығы бар ашаршылықта қырылған. Анау аналарымыз бен апаларымыздың, қыздарымыздың не жазығы бар, қарапайым халықтың не жазығы бар. Алысса жарайды, ал сол бас көтерген, ақиқатты айтқандармен алыссын. Ал міне, осы деген бұл ұлтты жою процесі. Қараңыздар, енді 39 жыл екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде бұл процесс тоқтап қалды. Бірақ оға дейін өкінішке орай алаш арыстарын атып үлгерді. Екінші дүниежүзілік соғыс басталды, біз соғысқа да бардық. Екінші дүниежүзілік соғыста қазақ дәл олай қырылған жоқ. Осыны ажырата білуіміз керек біз. Соғысқа барғанда, ал біз өз жерімізде қынадай қырылдық. Мына осы кейін қайта жалғасты, оның барлығы. Бұл геноцид әрине, бірақ мен бұны геноцид емес, қазақсид деп айтамын. Бұл арнайы қазаққа арналған, қасақана ұлтқа арналған нәрсе. Мына тілді білмегеннен сақтану керек, мәселе осыдан шығып жатыр. Тілін білмеген ол мәңгүрттенеді, ал мәңгүрттенуден қорқу керек. Мынаны қараңыздар, отарлау процесінде тілді алу, дінді алу, жерді алу дейді. Жерді күшпен тартып алды, тілді алу ол орыстандыру арқылы жүргізілді. Дінді алу шоқындыру арқылы жүргізілді. Ал қазір осы элементтер біз көршілерімізден алатын болсақ, біз қазақ алатын жер көп. Жер мәселесінде. Тіл мәселесінде әлі оңбай келе жатырмыз. Сол вирус әлі тірі. Орыстың отаршылдық процестегі бізге кіргізген вирус әлі тірі. Ол өмір сүріп жатыр. Ол талайды шірітіп жатыр. Мына шіріген, мына тұрған бір жемістейік. Жартысы шірісе, не істейміз оның жартысын кесіп алып тастаймыз. Ал анау өзінің толыққандығын жоғалтады. Ал егер оны кесіп алып тастамасаң, ол не болады? Тұтас шірейді. Міне, осындай шірік кеулеп кетпесін елімізді. Біз бүгін тәуелсіздікті сақтап қалу жолында күресуіміз керекпіз. Сондықтан біздің ұрпақтарымыз, қазақ баласының ұрпағының басты біздің мақсатымыз ұлт пен ұрпақтың қамы болу керек. Біздің ұрпақтарымыз қарабастың қамын, қарынның тек қамын ғана ойлайтын емес, халқының қамын ойлайтын азаматтар болуға тиіспіз. Мен айтар едім, ей қазақтың баласы, қазақ тілін құрметте, білмегенге үйренуді міндетте, тілін сатып мәңгүрттенген мазақты, елге төнген ең қауіпті індетте. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан тусын. Азаттық жолында жанын пида еткен алаш азаматтарын сіз бен біз ұмытпауымыз керек. Себебі ол біздің тарихымыз, ал тарих қазақ болмысының бір көрінісі.